ерте ертеде ешкі жүні бөртеде. Дәл осы сөздерді естіген кезде, бала кезде ата-әжеміздің алдында отырып, ертегі тыңдаған шақтарымыз еске түседі. Енді қазір технологияның дамыған заманында ертегі оқитын әже, оны асығып, рухани азық алатын бала бар ма? Осы сұрақтың жауабын бүгін біз ұлттық жоба бағдарламасының шығарылымында бірге зерттеп көретін боламыз. Расымен бар жақсылықтың бастауы дұрыс берілген тәрбие мен білімге байланысты. Ал білім беру балабақшадан басталады десек қателеспейміз. Мұндағы білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан дамытады. Ал зерттеулерге сенсек, ертегі тыңдап өскен баланың ой өрісі ерте дамып, тілі тез шығады екен. Қазіргі таңда балабақша білімінде халық ауыз әдебиеті дәріптеле ме? Осы сұрақтың жауабын білу үшін түсірілім тобы кітапханадан бөлек бала көп уақытын өткізетін балабақшаға аттандық. Мектепке дейінгі мекемелерде қазіргі таңда әжемнің ертегісі жобасы іске қосылған. Бұл жобаның мақсаты ертегілер еліне саяхат жасау арқылы балалардың тілін, сөздік қорын молайту. Шымкент қалалық нөмір 68-ші балауса бөбекжай бақшасы да дәл осы жоспар аясында жұмыс істейді. Тіпті бақшада кітапхана бұрыштары да бар екен. Балаларымыз балабақшада таңғы 8-ден кешкі 6:30-ға дейін болады. Осы уақыт аралығында біздер мына әжемнің ертегісі жобасымен жұмыс жасаймыз. Негізі біздің балабақшамыз 2022 жылы оқу-ағарту министрінің бұйрығыменен пилоттық жобаға қатысқан балабақшалардың бірі боламыз. Міне осы жобадан кейін балабақша құзыреттілік орталық деген бізге атақ беріп отыр. Балабақшада барлық топтарда балаларымызға кітапхана бұрыштары жасалған. Не үшін жасап тұрмыз? Себебі балаларды кітапқа деген қызығушылығын арттыру, оларды мына телефоннан алшақтату мақсатында осындай кітапқа деген бетбұрыс алып отырмыз. Және де балаларға ыңғайлы болсын деп, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, мобильді кітапхананы ашып отырмыз. Қазіргі заң талабына сәйкес. Ыбырай Алтынсариннің бала кезде 3 жастан 12 жас аралығында әр адам өзінің рухани деңгейінің дамуына байланысты заттың барлығын ертегіден алады деген сөздері бар. Міне осыған байланысты біздің балабақшада әріптестерімнің барлығы балаларға ертегі оқып береді. Осы ертегіні оқи тұрып балалардың бойына қарапайымдылықты, мейірбандықты, адамгершілік қасиеттерін сіңіріп үйретіп отыр. Расыменде балабақшада арнайы уақытта әженің кимешегін киген бақша тәрбиеленушісі бөбектерді жинап ертегі әңгімелерін оқып береді екен. Бұл көрініске бізде куә болдық. Балалар, бүгін мен сендерге Ыбырай Алтынсарин атамыздың әке мен бала әңгімесін оқып беремін. Бұл әңгіменің тәрбиелік мәні өте зор. Бір күні бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты. Анау тағаны балам ала жүр, дейді. Бала әкесіне, сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын, дейді. Әкесі үндемейді. Тағаны өзі иіліп алды да ары қарай жүре берді. Балабақшаның тағы да бір қызықты тұсы, мұнда бөбектер тек ертегіні тыңдап және айтып қана қоймай, театрда сахналайтын көрінеді. Мұнда қазір балапандар өздерінің ойына, қиялға ерік беріп, бір ертегіні сахналап жатыр екен. Жақындап көрейікші. Сәлем, балақайлар. Келе қойшы қасыма, қандай театр қойып жатырсыздар мұндай? Не істеп жатырсыздар? Біз ертегі оқиын деп жатырмыз. Есімің кім сенің? Менің атым Фариза. Фариза, қуаныштымын. Қазір кейіпкерлер таңдайықшы онда, қандай кейіпкерлер таңдайсың ертегіге байланысты? Түлкі мен тышқан бағаны. Осы үш кейіпкер таңдап алдың, Жақсы, енді қандай өзің ойыңнан айтып бересің ме бізге ертегі? Тамаша енді. Ертеден қажайып бір өлкеден бір түлкі жолда келе жатса, ән айтып, ля-ля-ля деп келе жатса, қоянның жылап атқанын көреді. Тышқан, саған не болды, неғып жылап атсың дейді. Менің ойыншығымды бақа алып қойды дейді.
Мұндағы бөбектер ертегіні сахналап қана қоймай, тәрбиешілердің көмегімен тіпті мультфильмде түсіреді екен. Бір күні ата шалханды суаруға келе жатып, шалханның үлкен болып өскенін байқайды. Ой, бәрекелді, менің еккен шалғаным үлкен болып өсіпті ғой. Бәріне жететін болды. Осылай ата еңбегіне қуанып, шалханды тартпақшы болады. Әрі тартады, бері тартады, шалханды жұла алмай, көмекке кемпірін шақырады. Кемпірім, маған көмектесші, мына шалхан жуына емес. Ой, шынында да, шалхан үлкен болып өсіпті, кел тартсақ тартайық. Осылайша атаның артынан кемпірі ұстап, шалханды әрі тартып, бері тартып, қозғалта алмайды. Кемпір қызын көмекке шақырады. Қызым, бізге көмекке келші, атан екен шалханды жуа алмай жатырмыз. Жарайды апа, көмектесем. Сонымен қызы көмекке келіп, шалханды рет-ретімен тартады. Бірақ күштері жетпейді. Сол кезде қыз көмекке күшігін шақырады. Күшігім, көмектеші. Оф, көмектесем. Ит қыздың етегінен, қыз кемпірдің етегінен, кемпір шалдан, шал шалханнан ұстап, ары тартып, бері тартып, шалханды суыра алмайды. Балабақша бөбектерін көргеннен кейін ертегі тыңдаған бала расымен де екіжүзділік, жауапсыздық сынды мінезден арылып, адалдық, мейірімділік қасиеттерін бойына сіңіріп өсетіндей көрінді. Бұл сөзімізді психолог маман да растап берді. Маманның айтуынша, ертегі тыңдап өскен бала ертегі арқылы табиғаттың сырын сезініп, халықтың әдептілік ұғымдарын бойына сіңіреді. Сондай-ақ бала қиялына қанат бітіріп, ой-өрісін дамытады дейді. Жалпы ертегі деп жатырса, ертегі әлемі негізі балаға өте қатты әсер етеді. Мысалы, жалпы былай қараса, психологтардың көбісі айтады, балаға ертегіні 3 жас пен 12 жас аралығына дейін негізі айту қажет. Көбісі енді оны құнық көрмейді, былайша айтқан кезде. Ал мысалы, кітапты оқу барыс кезінде балаларда воображение деп айтып жатамыз, ойлау қабілет, елестету, жаңағы армандау деген нәрселер өте ұшқыр болады. И одан кейін ертегінің соңы үнемі жақсы нәрселермен аяқталу қажет. И соны ойлау арқылы балаларда ұшқыр бір ілім, білім қалыптасады. И одан кейін сол ертегі біткеннен кейін балалармен сол ертегіні талқылаған дұрыс. Жаңа өзіңіз де айтып шықтыңыз ғой, жалпы балалардың тілі тез шығады деп. Ол рас дүние. Мысалы, кішкентай кезімізде әжелеріміз оқып беретін еді ғой, ертегі ойларынан құрастырып. Сол сияқты кішкене ата-ана жатар кезде балаларына жаңағы ертегіні айтқан дұрыс. Одан кейін мысалы балабақшада да тәрбиешілер ертегі айтып отырады, кітап қолдарына ұстап, ертегін айтып. Мысалы, енді кішкене мысал ретінде келтіріп өтсем, ертегі айтумен мультфильм көрсету, иә. Енді мультфильм көрсетуді мен жаман демеймін. Ол мультфильм бір адамның өзінің арманы, бір воображение деп айтып жатамыз ғой, сол қиялы да. Ал ертегіні балаға оқитын болсаң, ертегіні бала өзі құрастырады. Получается, жаңағы баланың ойы ұшқырлай түседі. Сол себептен де ата-аналарға, тәрбиешілерге, жалпы қоғамдағы ата-аналарға, жас ата-аналарға балаларға ертегі оқыған дұрыс деп санаймын. Психолог сөзін түйіндей келе, бәріміздің мақсат бір, еліміздің ертегіне жауапты, қуатты мемлекет құратын лайықты азаматтарды оқытып тәрбиелеу. Ал қазақ ертегілері көне замандардан бері бала тәрбиесіндегі ең тиімді тәрбие тәсілі. Сондықтан да өз балаңыздың батыл, қайырымды әрі дені сау, саналы азамат болсын десеңіз, халқымыздың асыл мұрасы ертегіден қол үзбеңіз дегіміз келеді.